Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен бірге тауықтың сүбе етінен наггетсилар жасайтын боламыз. Тауығымызды осылай турап аламыз. Бір жұмыртқа қосып, тұз, қара бұрыш, тауықтың дәмдеуіштерін қосамыз. Сұйық май қосамыз. Кептірілген сарымсақ қосып, жақсылап араластырамыз. Нанымызды пешке кептіріп алып, блендердің көмегімен ұнтақтайтын боламыз. Ұнтақталған нанымызға паприка қосып, жақсылап араластырамыз. Маринадтап қойған тауығымызды ұнтақталған нанымызға екі жағын бірдей қылып аударып аламыз да, арнайы пергамент қағазды төселген табамызға тізіп шығамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Наггетсиларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Міне біздің наггетсиларымыз дайын болды. Өте дәмді, әдемі болып шықты. Менің рецептім ұнап жатса, сіздер де жасап көріп, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.